Құрметті көрермендер, құрметті азаматтар, бүгінгі болатын әңгімеміз мынау нарықтық заманда шығынды аз жасап, пайданы көп табу мәселесімен болатын нәрсені көрсету үшін. Оның ішінде мысалы үшін помидордың қазақша қызанақтың орығын қалай алу керек, және оны парингте қалай өсіру керек, және отырғызған кезде қалай қоректендіру, сол туралы қысқаша мәлімет беремін. Бұл ғылыми тұрғыдағы нәрсе емес, бұл өзімнің бау бақшамдағы өзімнің іс тәжірибемді сіздерге таныстырып өтпекшімін. Бірінші, мынау күздің күні қызанақтардың небір түрлері пісіп жетіледі. Сол кезде соның ішінен өзіңізге қажетті, өзіңізге керекті помидорды таңдап аласыз. Міне мысалы үшін мен мынау помидор таңдап алдым. Сонда жаңағыдегі бұның үлкені болса үлкен болады, майды болса майды болады. Сондықтан бұны орығын, дәнін алудың бірнеше түрі бар. Бұлай да кесуіңізге болады, бұлай да кесуіңізге болады, ішіндегі дәнін алу керек. Сонда бұның да ең оңай жолы, мына помидорды бұлай аласыздар. Сөйтесіздерді ортасынан бұлай кесесіздер. Сонда қарасаңыздар, мына жердегі мына сарылар, мына дәндері. Бұны сіз жаңағыдегі аласыздар, бір оңай жолы. Бүйтіп, мына шетіне бүйтіп қыса бересіз. Міне қысқан кезде дәніменен, және етіменен бұлай шығады. Сөйтесізді оны бір ыдысқа саласыз. Екінші, бұны да сондай әдіспен мынаны қысасыз. Қысқан кезде мынандай етіменен, дәніменен шығады. Міне ал енді мына ешқандай жарамсыз болып қалған жоқ. Бұны ары қарай салат істеп жеуге пайдаланасыздар. Осындайдан бірнешеуін өз әдіспен қысып толтырасыздар. Толтырасыз ба жаңағыдай. Сөйтіп бұны қойып қоясыз. Болмаса мынандай бір ыдысқа салып қоясыз. Бір апта өте ме, 2 апта өте ме, анау ішіндегі еттері, анау қабықшалары судың бетіне шығады да, мынау негізінде дәні, мынау судың астыңғы жағында болады. Міне, көріп тұрсаңыздар. Мына бетіндегілер шөп шаламы дейді жаңағыдегі. Орықтың солы жаңағыдегі нашарлары дейді. Мына ішінде ең астыңғы жағындағысы орықтың ең сапалысы. Яғни бұның құрамында қоректік заты көп нәрселер. Енді осыны сіз аласыз да, мынаусын бетіндегісін, егерде сізге оңай болу үшін тағы да бұның үстіне су қойып араласаңыз, мынау бетіндегі шөп шаламдары жоғары көтеріледі да, мынау дәндері астына түседі. Сөйтіп оны төгіп тастайсыз мынаны. Төгіп тастайсыз. Сөйтесіз оны шүбірекке, немесе қызыл сеткеге саласыз да, жаңағыдегі соны салып, жаңағыдегі іліп қоясыз. Содан кейін біраз уақыт, 1 апта өте ме, 2 апта өте ме, ол жаңағыдегі кебеді да, оны бір ыдысқа сап қоясыз. Ыдысқа салудың неше түрлері бар. Ләзі болатын болса, салафановый күлеуге салудың қажеті жоқ. Бұларды демалады. Сонда салафановға салсаң демалмай қалады. Ал енді қазір қай жерде болса, бұнау жаңағыдегі бақылаушылар өте көп. Соның ішіне сап қоясыз. Мен біреу мысал келтірейін. Мен мынаның ішіне сап қоясыз. Мынаны қалпағы істеген кезде мынандай әсіп, неден жанынан байласаңыз жұмысы көбейіп кетеді. Неден тесесіз де жіп байлап бір іліп қоюға ыңғайлы болады. Енді бұны жаптыңыз. Кейін мынандай сұрақ туы мүмкін. Жаңағыдегі салафанаға салуға болмайды. Бұлар орықта демалу керек деп айттым.
Ал сондай болу үшін мына баклажкаларды өзі қолдан темірден бір бігіз дейсіз ғой, дейміз ғой. Сондай жасап аласыз да, жаңадан мынаның жандағын бәрін кесе бересіз мына. Міне кесе бересіз. Міне сонда мына тестерде мынаның ішіне ауа кіреді. Жасады екен, иә? ішіне ауа кіреді. Бұны құрғақ жерге, сарайға ма, кез келген құрғақ жерге бүйтіп мынаны іліп қоясыз. Міне сонда мына помидордың ұрығын мынандай осындай әдіспенен дайындап қоюға болады. Керемет. Енді болды ғой. Помидордың ұрығын дайындап болдық. Енді көктемге қарай бұны парикке отырғызу керек. Парикті яғни дайындауымыз керек. Енді жаңағыдегі күздің күні помидор ұрығын дайындауды айтып өттік. Енді көктемге қарай соны егу үшін парикті жасау жолдарын айтайын. Ең бірінші мына огородқа мен үйге өзіміздің үйге керек болатындай етіп мынаны осындай істедім мынандай. Сөйтіп бұның астын қоятын жерін мүмкіндігі болса тегіс жерге қоюға да болады. Және бұны астын ойып жіберіп, соның үстіне жасауға болады. Себебі мынаған отырған кезде бұның тамырлары ары қарай топыраққа өту үшін оңай болу үшін жерді ойып алдым. Енді бұған қара шірік дейміз. Бізде көң деп атаймыз. Ал енді көңді салған кезде сиырдың малағını, шіріген малағынан істеген дұрыс болады. Ал егерде қойдың қиынан істейтін болсаңыз, қойларыңыз сары шырмауық деген болады. Солардың дәні теріп жейді. Сол дәні жерге түскен кезде ол 5-6 жылға шейін ол жаңағы шірмейді де, сары шырмауық анау помидорды қысып тастайды, өсірмей қояды. Сондықтан сиырдың ең ыңғайлысы сиырдың малағы. Сиырдың малағын қалай көң жасауға болады? Бір шұңқыр қазу керек. Сөйтіп оған соған тастау керек. Сөйтіп оның үстіне көму керек, жұқа көмірсе де болады. Бірақ ол 2 жыл жату керек. Сол 2 жылдың ішінде дән бар, арам шөптердің дәні бар, басқасы бар, шөптер бар. Бәрі сол 2 жылдың ішінде шіріп, жаңағыдегі парикке салуға ыңғайлы болады. Неге бұл шірітіп аламыз? Шіріткен кезде егер де көңді тастайтын болсақ, жаңағыдегі парикпен ұрығын сепкен кезде бұның жаңағыды арасында шөбі өсіп кетеді, оны жаңағыдегі арам шөптерден тазарту қиынға түседі. Ал енді шіріген көңді салатын болсақ, онда жаңағыдегі дәндердің бәрі жаңағы шіріп кетеді дедік. Содан арам шөптер азғантай болады, яғни жұмыс жеңілдейді деген сөз. Енді шіріген көңді таптық. Енді оны мысалы үшін мен мынандай пластмасса сеткіні пайдаланамын. Мына сөз қалдым. Сөйтемде мен бұны елеймін. Мына елеймін. Сонда қарасаңыздар мына ірілері, мына жаңағыдегі шиша ма, тас па басқалардың бәрі өтпей неді қалады. Тағы да бір рет көрсетейін. Міне. Міне. Міне қарасаңыздар, ішіндегі мына майдалар түседі, ірілері, жаңағы тастары қажет емес деп. Енді осыны болғаннан кейін мен бұны парикке саламын. Сөйтіп барып мынаның бетімен боламын, өзіңіздің қажетіңізге қарай мынаны көңді салдыңыз. Сонымен парик былайша жартылай дайын болды. Енді мынау күздегі дайындалған помидордың ұрығын ыдысқа салып,
мен сумен араластырып алғандарды суландырып аламын. Мен мысалы үшін Qancha kun turadi suvda? мен қазір бұл жерде тұрудың керегі жоқ. Мен мынау Иә. енді осыны мен су алып келейін. Мынау жаңағыдегі күзде дайындалған помидордың орағын. Міне мынандай мен сулап аламын. Міне. Бұл енді 1-2 күн керек жоқ. Мынау орықты аламын, сөйтіп үстінен су құямын. Бұндағы мақсат, мынау орықтың сырты жаңағыдегі су болады. Сөйтіп оны мен суын ағызып жіберемін. Одан да мына ыдысқа құяйын, түсінікті болу үшін. Сөйтіп де мен мынаны суын ағызып жіберемін. Міне суын ағызып жібердім. Енді ағаштың күлі бар. Бұл жерде көмірдің күлі жарамайды. Себебі бұл жерде тас қиыршық болып кетеді. Мына ағаштың күлі, міне мысалы үшін мынау. Міне ағаштың күлі. Ошақта болады күлі, барлықтарын білесіздер. Сөйтемде мен мынаған саламын. Ол не үшін? Салам, қазір айтамын. Міне сол сөйтемде мынаны араластырамын. Міне араластырдым мынаны. Көп болса, ешқандай зияны жоқ. Міне араластырдым. Енді қарасаңыз, мынау суланған дән сырты ылғал болғандықтан мынау күлмен араласады да, анау орақтың сырты жаңағыдай күлмен дайылады. Күлмен қапталады. Сонда мынау орақ күлмен араласты. Енді соны сөйтемін де, енді осыны мынау парникке себем. Міне. Міне. Сонда бұл күлді сепкен себебім. Сонда қарасаңыз, мынау күлмен араласқан дән қай жерге түсті? Қалың болып түсті ма? Жиі болып түсті ма? Сол үшін керек. Сөйтемін да. Керемет жақсы айтып екен. Мынаны қолмен де кішкентай баланы көрсете берейін. Тармаменен былай жай ғана бүйтіп араластырып шығамын. Бетін тармалап шығамын. Міне. Тармаладым. Тармалағанның өзінде де. Анау жағындегі шіріген көңнің үстінде ұрықтары қалып кетеді. Олар өнбей де қалуы мүмкін. Сондықтан бір ыдыс аламын. Сөйтемін де. Малардың үстінен жыға қылып сеуіп шығам. Міне енді шіріген көңбенен жаңағы сеуілген ұрықтың беті түгелдей жабылды. Енді осыған бұл операция бітті. Енді бұның үсті жаңағыдай пленкамен не қыламын? Жабамын.
осыменен көшетті парникке отырғызу әдісі осымен бітті. Ал енді бұны қай уақытта отырғызу керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Үйдің алдына ағырықты егу үшін мен 10 марттан бастап парникті дайындап, жаңағыдай парник еге бастаймын. Содан бұдан өнім шығады. Күн ыситын кездері болады. Қатты ыстаған кезде өнім шыққаннан кейін ыстыққа шыдамай күйіп кетуі, солып қалуы мүмкін. Сондықтан ондай болмау үшін қатты өнім шыққаннан кейін қатты ысып кеткен кезде екі жағын ашып қоямын, былай қарап. Кешке қарай жауып қоямын. Міне осындай әдістер бар. Біз сіздерге мен помидор көшетін өндірудің ең тиімді, ең арзан, оңай жолын көрсетіп отырмын. Барлықтарыңызға, тамашалағандарыңызға рахмет. Егер де айтқанымның сіздерге пайдасы тиетін болса, мен сіздерге рахметімді айтамын. Дақылдарыңыз мол болсын. Мынау рыночный экономика дейді, сол кездегі жаңағыдай аз шығын шығарып, көп пайда түсірулеріңізге тілектестігімді білдіреміз. Ең бірінші денсаулықтарыңыз болсын, отбасыларыңызға амандық болсын, бала-шағаларыңызға рахатын көріңіздер. Осы менің әдісімен жасалған парниктен мол өнім алып, бала-шағаңызға мен отбасыммен жеп, витаминді көбейтерлеріңізге тілектестігімді білдіремін. Рахмет сіздерге. Помидордың ұрығын дайындадық, сөйтіп парнигін дайындадық. Құда қаласа парнигіміз өсті, помидорымыз. Енді арығын тарту керек. Кейде арығымыз тартқан кезде қисық болып қалады. Мен мысалы үшін мынау екі шет ағашқанда жіп тартамын. Сөйтемде жіп тартамында осының бойыменен арық тартып шығамын. Сонда менің арығым түп-түзу болады. Су жүрген кезде өте оңай болады. Енді міне мысалы үшін мына помидор өсіп кеткен. Кейде ол өсіп кетті, жаңағыдай ол нашар болмайды деп біз тастай саламыз. Ол үшін мен бүйтемін, кетпенді міне бүйтіп шабамын. Сөйтемін де мынаны бүйтіп отырғызамын. Сонда мына жермен жүретін болса, мына шұңқыр болады да, мен мына тамырым неге қоямын мына. Мына сөйтемін де мен тастаймын. Сонда тамырына да су барады. Мынау жаңағы топыраққа тиеді. Енді мынаны қараңыздар. Неге мен олай істеп жатырмын? Мынау помидордың сабағы жерге тиген жерінен тамыр шығады. Ол тамырлар жерден қоректе қалады да, мынау жақсы өсетін. Енді кейде мынау өте ұзын. Міне біреуін көрсетейін. Мынау өте ұзын. Ал енді бұны отырғызу үшін мен мынаны бүйтемін да. Мынаны былай жайлап мындай аламын. Міне. Сонда ұзынның өзі нерден тамыр шыққан, топыраққа тисе болды, бұл алып кетеді. Сондықтан арасын 25-30 сантиметрден қазам. Міне жаңадегі әдіспенен, міне сөйтемін де мынаны әкеп отырғызам. Міне қарасаңыздар, мына су жүрген кезде мынаған тамыр, мына су барады. Мынау тамырлар топырақпен көміледі. Міне сонда міне бүйтсем, міне бұның болады. Ал енді тағы біреуін көрсетейін сіздерге. Енді мынау жағынан тамыр шыққан. Мынада сіле қатты өсіп кетпеген. Ал енді бұны мен жаңағыдай әдіспенен кетпемен табамын. Сөйтемін де тамыры суға баратындай қыламын. Мынаған су барады. Сөйтемін де мынаны көмемін. Міне.
Сонда менің өсіп кеткені, өспегені білмейді. Қайта мынаның жанынан тамыр шығады да, мындай қылады. Енді бұны егіп болдық. Содан кейін тағы да менің есім шығып кетті. Отырғызып жатқан кезде түбіне бір ожаудан су құйып қою керек. Егер мүмкіндік болса, түбіне шіріген көңді тастасаңыздар, мына ашып жатқан кезде тастап, үстіне көң жіберсеңіздер, сіздердің помидорыңыз әдемі болып өседі. Енді отырғызып алдық. Бұны екі рет шабамыз. Біріншінде отырғызып болғаннан кейін, мынаны былай шабамыз. Қараңыз. Мынаның түбін көмеміз бұны. Топыраққа қопсытамыз, көмеміз. Бұны неге өйтеміз? Жаңағыда айттым, мынаның сабағынан топырақ тиген жерден тамыр шығады. Яғни мынаяқтағы тамырдың алып жатқан қорегіне мынаны тамырдың алып жатқан қорегі қосымша болады деген сөз. Бұны мынандай шауып түбін үйіп жан-жағынан тамыры шығаруды бұны қазақ тілінде, қарапайым тілде үстеме қоректеріндіру дейді. Бұл осыменен жалпы бітеді. Жаңағыда айттым, қойдың қиында, шірімеген көңде сары шырмауық болады дедім. Міне сары шырмауық дегеніміз міне мынау. Мына сары шырмауықтың міне сары шырмауық міне. Бұның тамыры болмайды, мына өз тұрғынға мына жабысады. Бұнан сәл ғана кішкентай бөлігі қасы болды, мынаның су есебінен бұл арғар көбейіп кетеді. Сондықтан бұл қысып тастайды да, мынау жаңағыдегі помидорды өсірмей қояды. Міне мысалы үшін, мына жерде кішкентай ғана бар еді, сары шырмауық. Осы көбейіп, мынаның бәрін, қарап, мынаның бәрін байлап тастаған мұның бұл. Бұл енді мынау жаңағыдегі помидор өспейді, құрайды деген сөз. Сондықтан парник істеген кезде сары шырмауық болатын болса, сары шырмауықтың барлығын алып тастау керек, арылу керек. Содан кейін тағы да бір нәрсе айтылған нәрсе, мына суреттен көріп сіздер сұрауларыңыз мүмкін. Неге сіздің ана жүйектеріңіздің арасы жақын деп? Мен бұны жер азғантай болғандықтан, тепілшедағыдай қылып, мына төбесінен сым жүргіземін. Сөйтемді әрқайсының түбіне бір ағаштан қоямын да, жаңағы жіппенен жаңағыдай асып қоямын. Негізінде егерде жер көбірек болатын болса, мына жүйекпенен мына жүйектің арасы 1,5-2 метр болса, тіптен жақсы болады. Жаңағыдай ұзақ өседі, өсуіне де ыңғайлы болады. Енді, мені мысалы үшін, мен помидорды өсіремін. Мені мысалы үшін мынау асқабақ. Бұл да шырмауық сияқты болып өседі. Нерге мен ағаш тықтым, нерге байладым. Енді мынау өсіндіні мен мысалы үшін жаңағыдегі мұны бітіп қоямын. Сонда мынаның бойыменен өсіп араға кете береді. Помидорды да сөйтемін. Егерде жер көбірек болатын болса, мынау жүйек дедім ғой, жүйекте бұнан айтатын. Мына мен мынаны, екеуінің арасы. Соны 1,5-2 метрден тастасаңыздар, мынаны асудың да керегі жоқ, жіптің де керегі жоқ. Көп өнім ауылдарыңызға кепілдік болады.